бекіте түсті. Алайда білікті заңгер адвокат Жандос Тұяқов құрғана куәгерлердің сөзі аздық етуі мүмкін дейді. Атап айтқанда бірнеше сотталушы айыпталып отырған 293 баптың 3 бөлігі туралы сарапшы ретінде пікір бөлісті. Тыңдап көрейік. Іс барысында қолында жаңағы азаматтардың пышақ болғандығын дәлелдейтін нақты дәлелдеме қажет. Жаңа видео, бейне жазба ма? Егерде бейне жазбада нақты көрсетіліп тұрса, ол онда 293 баптың 3 бабымен дұрыс сараланды. Ал егерде мысалға жаңағы айыптаушылар ол туралы сотқа айтып жатса, яғни дәлелдемелік жоқ екенін көрсетіп жатса, бірақ сот жаңағы мемлекеттік айыптаушының айыбын толық қанағаттандырып, яғни жаңағы айыптаушыларды жауапкершілікке тартса, енді әрине оны мүмкін халық риза болатын шығар, бірақ біз заңгерлер риза болмаймыз. Өйткені біз былайша айтқан кезде халықтың қалауын орындаймыз деп, жалпы біздің практикаға басқа өзгеріс енгізіп жатыр. Басқа, яғни былайша айтқан кезде ертеңгі күні айтады ғой, біз мысалға сотта пышақ болған жоқ дейміз. Басқа іс бойынша айтады, жаңағы Шерзаттың ісі бойынша пышақты таппаса да, жаңағы куәнің айтуы бойынша ол кісілер сотталды. Неге бұл жерде сотталады деген сұрақ, сотталмайды 293 баптың 3 бөлігімен деген сұрақ туындауы мүмкін. Сол себептен біз бұл сот саласын жалпы неге айналдырмауымыз керек? Шоуға айналдырып, жаңағы халықтың яғни енді әлеуметтік социальная напряженность дейді ғой, соны басуға, бағыттауға. Адвокат ешкімді ақтап тұрған жоқ, тек заң үстемдігі бәріне және барлық жерде бірдей болса дейді. Президент айтты деп, бұқара наразы болды деп, солқылдық болса, онда ол заң халықтың өзіне ауыр тиюі бек мүмкін. Заңгер бұл істің соңы қалай болатынында осы кезден болжап қойған. Марқұм Шерзаттың ісіне қатысты былайша айтқан кезде мен тікелей трансляция жүзеге асырады деп жатқан кезде мен ол кісінің жаңағы сол Шерзатты өлтіруге байланысты азаматтарға қатысты жаза қатаң болады деп ойладым. Өйткені бізде енді практика бар ғой, алдында, яғни осылай ашық түрде халықтың қалауымен жүзеге асырылған істің нәтижесін көрді. Бишімбаевтың ісін мысал етіп отырып, шынында да елге жария сотта ғана емес, қазір елдің әр түкпірінде өтіп жатқан процестің бәрінде дәл осындай ашықтық, заң талаптарына берік болу қағидасы бұзылмаса дейміз. Шерзат ісі бойынша алда әлі сотталушылардың өзі